Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бұл Мерке деген аудан Жамбыл облысында орналасқан. Бүгін біз балаларды ойнатуға шықтық. Балалардың ақысын берейік деп, менің 3 балам және де ағамның ортаншы баласын алып, осында Мерке деген жерге қыдыртуға келдік. Біз бұл уже архив видео, мен енді редактировать етіп жатырмын монтаждап. Бұл ойын-сауық орталығында тек қана ойын емес, сонымен қатар осындай киім, әртүрлі бутиктар бар, тамақ жейтін жер бар. Типа үлкен қаладағы мега сияқты жер. Мына жерде уже бізде тапочкелерімізді алып қойып жатырмыз, және де балалардың қолдарын номерок сияқты тағып жатыр. Бектер. Привет. Всем привет, давайте, Бектик. Привет. Мама, привет ты, папа. Димчашка. Димча? Димча, намен түсесің бе? Намен түсеміз бе? Димча, түсін. Бұл кезде күн ыстық болатын. Және де мамамна болдық, себебі мен барлығы 4 баламен үлгермеймін. Менің 3 балам және інім. Сол негізі біз осы Мерке деген жердің тумасымыз. Өзімде жолдасым да Меркінікіміз. Меркінің келінар қызымын. Мына жерде міне балалар ойнап жатыр, рахаттанып. Осындай ойнайтын жерлерге анда-санда апарып, көңілдерін көтеріп алып, еще пицца жеп, сонымен мәз-мейрам болып қайтамыз. Бірақ бұл кезде де бұлар ауырып тұрған негіз. Ауырсақ та шығып кеттік, дәрі-бәрімізді ішіп.
осылай мені балдарды күшті қыдырдық. Одан кейін қазір қарындар ашып ішіп ары қарай үйге қайтатын боламыз. Вау!
мына жерде еще апалар ойыншық алып берген болатын, соны ашамыз деп әйтеуір және тамақ жеп жатқан кез. Дырочку сделай. Сказ берем, сказ. Нет, не открываешь, я сама не открываю. Алло. Пока. Поезд. Димча, встал вот так. Вставал, Димча. Осындай пойызға да міндік. Ал рахмет достар, видеоны соңына дейін көріп қолдау көрсеткендеріңізге мың алғыс. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.